Армысыздар, ардақты ағайын. Есімім менің Нәзира Сұлтан-Мұратқызы. Менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Менің оқуымдағы құлшылыққа байланысты мақалалар сіздердің көңілдеріңізден шығып жатса, міндетті түрде лайк басып, каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Біз бүгін өздеріңізбен Рамазан мейірім айы деген мақаланы оқитын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Жаратқан Алла тағалаға сансыз мадақ, ардақты пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафаға көптеген салауат пен сәлем жолдаймыз. Құрметті отандастар, қадірлі жамағат, әуелі баршаңызды келіп жеткен қасиетті Рамазан айымен шын жүректен құттықтаймыз. Рамазан айы мүбәрак болсын. Жаратқан Алла тағала ниеттеріңізді, дұға тілектеріңізді қабыл еткей. Рамазан айы күллі мұсылман әлемі үшін қасиетті де берекелі ай. Пайғамбарымыз, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, бұл ай кіргенде адамдарды былай сүйіншілейтін болған: сендерге Рамазан айы келді. Бұл берекеге толы ай. Алла осы айда оразасын парыз етті. Бұл айда жәннат есіктері айқара ашылып, тозақ есіктері жабылады. Ата-бабаларымыз да бұл ай кірісімен бір-бірлерін құттықтап, балалар үйді-үйді сүйіншілеп, Мұхаммед үмбетіне айтқан жарапазан, оразан қабыл болсын ұстаған жан деп жарапазан айтатын. Бұл айда адамзат баласын тура жолға, білімділік пен бейбітшілікке үндеген қасиетті Құранның алғашқы аяттары түскен. Бұл қасиетті айды күллі мұсылман жұртшылығы сағынып, ерекше қадірлеп, асыға күтіп алады. Алла тағаланың әміріне бас иіп, ораза ұстап, мұқтаждарға жәрдемдесіп, тағат құлшылықтар жасап, жан дүниесі рухани демалады. Қасиетті Рамазан айын лайықты түрде өткізуіміз үшін Рамазан айының мынандай рухани қадір қасиеті мен оның мән маңызын білуіміз қажет. Бірінші, Рамазан айында риясыз ораза ұстау. Рамазан айының негізгі ерекшелігі бұл айда денсаулығы жарамды, балиғатқа толған, ақыл-есі сау, сапарда болмаған әрбір мұсылманға ораза ұстау парыз етіледі. Оразаның негізгі рухы да осы ораза ұстауда. Алла тағала қасиетті Құран кәрімнің Бақара сүресі 183 аятында: «Уа иман келтіргендер, тақуалық етерсіңдер» деп, сендерден бұрынғыларға парыз етілгендей сендерге де ораза ұстау парыз етілді деп айтқан. Олай болса, қасиетті Рамазан айында ораза ұстау арқылы пенденің тақуалығы арта түседі. Ораза ұстау кезінде ниеттің, ақтарылатын ізгі амалдардың, көркем мінездің барлығының да мақсаты тақуалыққа қол жеткізу болып табылады. Бұлайша тақуалыққа қол жеткізген адам Рамазан айының берекетін сезініп, жаратушының кешіріміне ие болып, мол сауаптарға кенеледі. Өйткені ардақты пайғамбарымыз, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, кімде-кім Рамазанда иманмен және сауабынан үміт етіп ораза ұстаса, оның өткен күнәлары кешіріледі деп айтқан. Құдси хадисте Алла тағала адам баласы оразадан басқа кез келген ісін өзі үшін орындайды, ал ораза мен үшін және оның сауабын өзім беремін дейді. Сонымен қатар ораза ұстаудың сауабы тек бұл дүниеде ғана емес, о дүниеде де беріледі. Хадисте айтылғандай, ораза ұстаған пенделерді жәннат қақпаларының бірі Райян қақпасынан шақырады. Осылайша несібесі беріледі. Екінші, Рамазан айында намаз оқу. Қасиетті Рамазан айында мұсылман адам күнделікті парыз етілген 5 уақыт намаздан бөлек нәпіл намаздарды атқаруға ерекше ден қоюы қажет. Әсіресе Рамазан айының түндерін намазбен өткізу жай түндері оқылатын намаздан сауабы мен дәрежесі тұрғысынан көп есе артық. Алла елшісі, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, кім Рамазанды иманмен және сауабын үміт етіп, түнгі намазбен өткізсе, өткен күнәлары кешіріледі деп айтқан. Имам Бұхари, Муслим. Рамазан айында құптан намазынан кейін тарауых намазын оқу бекітілген сүннет. Ибн Аббас, Алла оған разы болсын, пайғамбар, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, Рамазан айында жеке өзі 20 рәкағат тарауых және үтір намазын оқитын деген. Имам Байхақи. Ибн Аббастан жеткен тағы бір риуаятта Хазіреті Омар, Алла оған разы болсын, Рамазан айында адамдарға Абу ибн Кағыбты имам етіп, ол 20 рәкағат нәпіл және 3 рәкағат үтір оқитындығын жеткізген. Хазіреті Алидің заманында да, Алла оған разы болсын, Рамазан айында адамдар имамға үйіп 20 рәкағат оқитын. Тарауых намазының 20 рәкағат жамағатпен оқылуы әділетті халифалар заманында бекітіліп, бүгінге дейінгі сүннет болып жалғасуда.
Имам ән-Нахай, Алла оны рахмына алсын, Рамазан айындағы бір күндік ораза басқа 1000 күннен де артық, осы айдағы әрбір зікір 1000 зікірден артық, осы айда оқылған бір ракағат намаз басқа уақытта оқылған 1000 ракағат намаздан артық деген. Үшінші, Рамазан айы Құран айы. Рамазан айы қасиетті Құранмен тығыз байланысты. Өйткені Құран кәрім осы айда түскендіктен, оразаны да осы айда ұстау парыз етілді. Бақара сүресінің 185 аятында Рамазан айы сондай бір ай, ол айда адам баласына тура жол нұсқаушы және ақ пен қараны айыратын дәлел түрінде Құран түсірілді деп айтылған. Осы себепті Рамазан айын Құран айы деп айтамыз. Бұрынғы өткен ғалымдарымыз осы айда Құран оқуға ерекше көңіл бөлуге тырысатын. Бір кісі имам әз-Зухриден, Алла оны рахмына алсын, Рамазан айында қандай істерді жасаған абзал болады деп сұрағанда, ол кісі Құран оқу және міскіндерді тойдыру деп жауап берген екен. Ендеше біз де қасиетті Рамазан айында Құранға лайықты түрде көңіл бөліп, оны оқып үйренуге тырысқанымыз жөн. Ардақты пайғамбарымыз, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, ораза және Құран екеуі қияметте пенде үшін шапағат етеді. Сол күні ораза Алла тағалаға: уа Раббым, мен бұл пендені күндіз жейтін асы мен шахуатынан тыйдым, бүгін менің оған шапағат етуіме рұқсат еткейсің дейді. Ал қасиетті Құран: уа Раббым, мен бұл пендеңді түндері ұйқысынан ажыратқан едім, бүгін менің оған шапағат етуіме рұқсат еткейсің дейді. Алла тағала ол екеуіне шапағат құқығын беріп, олар шапағат етеді деген имам Ахмад. Келесі хадисте Құран оқыңыздар, өйткені Құран қиямет күні өзін оқығанға шапағат етеді деген. Сондай-ақ қасиетті Құранның әрбір әрпі Рамазан айында еселенген сауапқа кенелтеді. Құран жүрегімізге нұр, дүниемізге береке, ақыретімізге шапағат етеді. Құранды оқи алмаған адам ең болмағанда назар салып қарайтын болса, құлшылық сауабын алады. Аллаға шүкір, мешіттерде Құран үйрететін ақсыз курстарымыз бар. Құран кәрімді хатым етіп оқуды да қолға алып отырмыз. Сондықтан Құран оқуға назар салып, мешіттерде имамдарға ілесе отырып хатым оқуға мүмкіншілік бар. Төртінші, Рамазан айы дұға айы. Рамазан айының ерекше қадір-қасиеттерінің бірі, Алла тағала бұл айда біздің дұғаларымызды қабыл етеді. Қасиетті Құранның Бақара сүресіндегі Рамазан оразасының парыз етілгендігі, бұл айда қасиетті Құран түсірілгендігі хабар етілгеннен кейін келесі аяттарда Алла тағала: егер құлдарым мен туралы сенен сұраса, мен оларға өте жақынмын, қашан менен тілесе, тілеушінің тілегін қабыл етемін деген. Бақара сүресі 186 аят. Ибн Касир, Алла оны рахмына алсын, бұл дұға етуге шақырған аяттың оразаның үкімдерімен бірге келуі, сол оразаның белгілі күндері толғанда және әрбір ауызашар алдында дұға етуге тырысу қажеттілігін білдіріп тұр деген. Ардақты пайғамбарымыз, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, расында ораза ұстаушының ауызашар алдындағы сұраған дұғасы кері қайтарылмайды деп айтқан. Осы хадисті жеткізуші Абдулла ибн Әмір, Алла оған разы болсын, ауызашар уақытында қасына өзінің отбасы мүшелерін жинап, Алла тағаладан тілек, дұға ететін болған екен. Ендеше біз де осы қасиетті айда отбасы мүшелерімізбен Алла тағаладан көбірек дұға сұрап, өзіміз үшін, халқымыз үшін, отанымыз үшін, сондай-ақ айналамыздағы адамдар үшін де тілек тілеп, жалбарынуға ден қоюымыз керек. Өйткені бұл айда барлық дұғалар қабыл болады. Бесінші, Рамазан мейірім айы. Рамазан Алла тағаланың мейірімі түсетін ай. Бұл айда түсірілген қасиетті Құран адамдарға мейіріммен түскен. Ол туралы Жүніс сүресінің 57 аятында: уа адамдар, сендерге Раббыларың тарапынан бір үгіт, жүректерге шипа, сенушілер үшін тура жол және мейірім түрінде Құран келді деп айтылған. Алла тағаланың мейірімі түсетін мұндай қасиетті айда адамдарда өзара бір-біріне мейірімді болуы қажет. Хадисте адамдарға мейірімділік танытпағанға Алла тағала да мейірімдік етпейді деп айтылған. Имам Бухари, Муслим. Рамазан айында адамдарға мейірімділік таныту дегеніміз қарым-қатынас жасағанда көркем мінезді болу, қателіктерін кешіре білу, жомарттық жасап мұқтаж жандарға көмектесу, садақа беру, өзге ораза ұстаушыларға ауызашар беру сынды ізгі істер жасау.
Ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам тағы бір хадисінде кім аузы берік болса жаман сөз сөйлемесін, дауыс көтеріп айқай шығармасын. Біреу оған тіл тигізсе немесе онымен керіскісі келсе, оған мен оразамын десін, деп өсиет ету арқылы біздерге өзгелермен мейірімділіктің аясында қарым-қатынаста болуға шақырған. Құрметті жамағат, Рамазан қасиетті ай. Жоғарыда айтқанымыздай, Рамазан сауабы мол ай. Бұл айдың әрбір уақытын, әрбір сәтін бос жіберіп алмауға тырысып, оны түрлі құлшылықпен, ізгі амалдармен өткізуге тырысқанымыз жөн. Сонда ғана қасиетті ай біздер үшін бір айлық рухани мектепке айналады. Рамазан айы біздерге жылына бір мәрте келіп кететін қонақ іспеттес. Егер де біз оған лайықты құрмет көрсете алсақ, өзімен бірге қаншама ырыс берекет қалдырып, қиямет күні өзімізде құрметтілер қатарында болуымызға себепші болады. Ендеше Алла тағала баршамыздың ұстаған оразамызды қабыл етсін. Қасиетті айдағы әрбір игі істерімізге сауабын еселеп берілуін нәсіп етіп, елімізге берекетін дарытсын. Жаратушы иеміз халқымызды жамандықтан сақтап, оразадан оразаға, айдан айға, жылдан жылға есендікпен жеткізе бергей. Баршаңыздың ұстаған оразаларыңыз, тілеген дұға тілектеріңіз қабыл болсын. Әмин.